Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз қаладис дайындайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін сиырдың сирағын жақсылап жуып, тазалап алдық. Керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Одан соң ыдысымызға су құйып, барлық сирақты батырып қайнатамыз. Қайнаған соң бетіне шыққан көбіктердің барлығын алып тастайтын боламыз. Сорпамызға пияз, сарымсақ, сәбіз салып, тұз қосып қайнатамыз. Мінекей достар, 7 сағаттай біздің сирағымыз қайнады. Енді сорпасынан сүзіп алатын боламыз. Достар, мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша барлығын сүзіп аламыз. Одан соң сорпаны екінші ыдысқа сүзетін боламыз. Бұл қаладистің айырмашылығы тек қана сирақтан жасалынады. Оған шекенін етін қосып жасасаңыздар да болады. Болмаса кусок етті де пайдалансаңыздар болады. Сорпамызға бұрыш пен жапырақшаны салып, жақсылап араластырып, ет тартқыштан өткізілген етімізді оған қосатын боламыз. Барлығын қосып араластырғаннан кейін жарты сағат қайнататын боламыз. Қаладис тамағы ол холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қойған кезде ешқандай да бұзылмай, өзінің қалпын сақтап тұрады. Сондықтан және де денсаулыққа да өте пайдалы болып келеді. Әсіресе аяғы ауыратын адамдар жесе болады. Құрамында табиғи витаминдер өте көп болып келеді. Жарты сағат қайнағаннан кейін әрбір өзіміздің дайындаған ыдысымызға құятын боламыз. Барлығын құйып болғаннан кейін салқын жерге қойсаңыздар болады. Біздің қаладисіміз қатып, өзінің формасын сақтайтын болады. Мінекей достар, біздің қаладисіміз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Сондықтан да сіздерге дайындап көріңіздер дегім келеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.